Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мен өзімнің тапсырысқа жасап жүрген трубочканың рецептін бергім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін алдымен ұнды ситадан өткіземіз. Үстіне шым-шым тұз салып, бөлме температурасында тұрған сары майды салып қолымызбен езіп, жақсылап крошка жасап аламыз. Крошка жасап алдық, осындай болып шықты. Ендігі кезекте 20% қаймақты саламыз. Қолымызбен осылай билеп қамыр дайындап аламыз. Осы қамырымызды енді целлофанға салып, немесе пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа кемі жарты сағатқа, ең жақсысы 1 сағатқа қойып қоямыз. Немесе уақыттарыңыз тығыз болса, бір түнде дайындап, ертесіне алып дайындай берсеңіздер болады. Ал енді қамырымызды жаямыз. Ыңғайлы болу үшін мен 2-ге бөлдім. Бір бөлігін алып, осылай оқтаудың көмегімен жаямыз. Осылай 4-пішті қылып, жан-жақтарын кесіп алып тастаймыз. 4-пішті етіп жайып алған өте ыңғайлы. Қазір трубочканың формасына ораған кезде ыңғайлы болады және өте әдемі болып, біркелкі болып көрінетін болады. Қамырымызды жайып, осылай бірдей қылып, ұзын полоскалар кесіп аламыз. Осындай трубочкаға арналған арнайы формаларды қолданатын боламыз. Осы видеода көрсетіліп жатқандай барлық трубочкаларымызды осылай орап, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Керек ингредиенттердің барлығын видеоның астына описанияға жазып қоямын. Осы ингредиенттерден менде барлығы 18 трубочка шықты. Дайын болған трубочкаларды суытып қоямыз. Суығанша кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын тоңазытқыштан алған сливкеге сахарная пудраны қосып, миксердің көмегімен қою крем болғанша араластырып аламыз. Енді осы дайын болған кремімізді осындай кондитерский мешокқа салып, трубочкалардың ішіне толтырып құйып шығамыз. Барлығына осылай креммен толтырып шыққаннан кейін үстінен сахарная пудраны сеуіп, кемі 1 сағат 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Содан кейін ғана барып, дәмін көре берсеңіздер болады. Кремі ол уақытта кремі сынып, өте дәмді болып, жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.